Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін ас көктің айтыла бермейтін 4 маңызды ақпаратымен бөлісетін боламын. Ас көк тамырларға түсетін салмақты іріктейді. Артериалдық және көзшілік қысымды түсіруге, азайтуға өте жақсы әсер етеді. Ми тамырларының тамыр тартылуын болатын үздіксіз бас ауруын басуға да өте жәрдем болады. Ол үшін аскөкті жиі жеп жүрсеңіз болады. Азырақ мөлшерде қайнап тұрған су құйып 10 минут тұндырып таңертең және кешке жарты стақаннан ішіп жүрсе болады. Аскөк ұрығын бүйрек және өт жолы ауруларын емдеуге таптырмас дәрумен. Ем үшін бір ас қасық аскөк ұрығын ұнтақтап, үстіне 1 стақан қайнаған су құя отырып, оны 10-15 минут тұндырып сүзіп алу қажет. Күніне 4-5 рет 2 ас қасықтан 20 күн ішсеңіз, жылына 5-6 рет жасап жүрсеңіз, өт толуы зардабынан құтылып, бауырды тазалайды. Жүректің дерті асқынбау үшін ас көк ұрығының тұнбасын қолдануға болады. Ол үшін 1 шай қасығын ұнтақтап, үстіне 300 мл қайнаған су құйып, оны 1 сағат тұндырып сүзіп алады. Күніне 3 рет 1 стақаннан ішсеңіз болады. Бронхиалды астманы асқындырмау үшін жиі қайталанған цистит кезінде де ас көктен шырын жасап, яғни тұнба жасап ішсеңіздер болады. Ол үшін 2 ас қасық ұрығына 400 мл қайнаған су құйып, жарты сағат тұндырасыз. Оны күніне 3 рет 100 мл шамасында 15 күн ішу қажет. Мұны дәрігерлер тағайындаған негізгі емді үзбей қатар қолдануға болады. Достар, егер осы видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.